Туған күнде торттың үстіне балауыз шам, яғни свеча жағуға ислам діні қалай қарайды? Жалпы бұның свеча жақпастан бұрын, балауыз шамдарды торттың үстіне орналасып жақпастан бұрын, жалпы бұның шығу тарихын білу керек. Бұл негізі ежелгі гректердің мифологиясынан пайда болған субмәдениет десе де болады. Гректер торт жасап, сол торттың бетіне балауыз шамдарды қоятын болған. Бұл дегеніміз неліктен олай жасады дейтін болсақ, өздерінің жаңа ай құдайы Артемиске арнап, сөйтіп торт пісіріп, оның үстіне балауыз шамдарды орнататын. Және де сол балауыз шамдарды тілеп, сол балауыз шамдарды үрлеп өшіретін болған. Сол жаңағы үрленіп өшіргеннен кейін балауыз шамдардан шыққан түтін, яғни ай құдайы Артемиске барып, сол жаңа тілегімізді орындайды деген бір жаңсақ сенім жатыр. Сол себепті туған күн кештерінде торттың бетіне балауыз шам қойып, оны үрлеу шариғатқа қайшы. Бұндай ырым, субмәдениет дейтін біздің қазақ елінің дәстүріне де, ислам дінінің шариғатына да қайшы әрекет.